Ал, бауырлар, көпшілік үй тапсырма. Яғни сіздерге бүгін әріптермен таныстық. Сіздермен бүгін әріпті таныстық. Осыны қайталайсыздар. 28 әріппен таныса беріңіздер. Жәулік көп қайталау керек. Сіздерге, шәкірттерге, ұстаз тарафынан менің жеке тапсырмам 30 рет қайталайсыз. Бә, тә, сә, жим 30 рет қайталайсыз. Видеоның басында берген дәрісімізге қарап 30 рет қайталайсыз. Осы парақшаны ашып. Екінші тапсырмам, махраж үлгілерін суретін ашып, қарайсыз, қай әріп қай жерден шығып жатыр. Соның барлығын жаттайсыз. Бүгін сіздерге әріптер танысқаным, осы суретпен де танысу тапсырма, танысып шығу. Одан кейін тағы бір тапсырма, сіздерге 9 әріпті жазып үйреттік. Сол 9 әріпті осының ішінен табасыз. Тауып белгілейсіз, яғни қаламмен белгілеңіз. Өткен әріптерімізді 9 әріп қайсы еді, соны жатқа айтып беру керексіз. Осы әріптің ішінен 9 әріпті табасыз. Енді 4-ші тапсырма, 9 әріпке фатха деген қарекені қоясыз. 9 әріпке фатха деген қарекені қойып үйренесіз. Яғни, мысалға, бәға қарекені қоясыз және оқисыз. Бә. Одан кейін тәға қареке қоясыз да тә қылып оқисыз. Сәға қареке қоясыз, сә қылып оқисыз. Сонда бә, тә, сә. Бә, тә, сә. Бә, тә, сә. Яғни сіздерге тағы бір қайталайын. Бұл әріпке дыбысты қосудың ережесі. Әріпке әріп қосу қареке сол кезде сөз шығады. Бірді қосу тең екі деген сияқты әріпке қарекені қосасыз. Еш уақытта бірінші қарекені айтып, одан кейін әріп айтылмайды, бауырлар. Көпшілік әріпті айтасыз, одан кейін қареке. Әріпті табасыз, қареке. Әріп с екендігін табасыз, с-ға әні қосасыз, сә. Осылай дайындаласыз. 9 әріптің барлығын осылай. Бә, тә, сә, жә, жә, жә. Ха, ха, ха. Яғни барлық әріп, не жердегі әріптер жазып көрсетілген, сіздерге үлгілерін беріп атырық. Сол үлгі парақшаға қарап, сіздер сол тапсырмаларды толық орындау керексіздер. Жауапкершілікпен қараңыздар. Сіздерден жауапкершілікті күтемін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.